Көрмесе бір-бірін сағынады, ыстық. Ағарсы да бұл тойдан табылады. Бануда түркіндеріне барлығын беріп жатыр. Балықшыға бұлқыратты жиен болған үстіне неге бір шапан таба алмады. Нағашымда мысалы ыстық. Ақша кетсең жүйріктен жүйрік ұзар жарысқанда, батырды батыр шығар алысқанда, бетпе-бет екі мықты белдескенде, айлакер алып соға шалысқанда, жүйрік асағылағанды қол соғып, қошемет таппай сіздер балықшысыз ба? Атыңыз кім болды? Мұрат аға келіңізші. Көңілі жақсылықпен сұраттың ба? Ағарыс талай тойда өзіңді көпшілікке ұнаттың ба? Барлық адамға сыйлығын беріп тұрған Қолсоғай ер азамат төресі Мұратты да. Мұраттың үстінде шапанды әдем екен, көңілін жақсылықпен көрмей екен, құдаларына сыйлықты беріп жатыр. Жаңаөзеннен 3 сағат бойы алпыспен кәлөлеттің үстінде келген жиеніне үстіндегі шапан бермей екен. Көңілі жақсылықпен көріп тұр ғой, айтқан сөз жүрегіне беріп тұр ғой, Мұрат өзі бергісі келіп тұр ғой, бірақ қатыннан қорқып тұр ғой. Мен айтамын. Ол сапақ, нағашы Мұрат! Айтыс басталды, айтыс. айналайын асаба, ертең Ақбазарға кел, үстіңе бір шапан жабайын. Жақсылықты мен бүгін көрейінші, айтқан сөзге мен бүгін сенейінші. Аға, бір аптадан бері Ақтауда жүрмін, ертең Жаңаөзенде тойым бар, наличке бере ғой, өзім алып келейінші. Жоны, өлер уақыттардың шапанын кигізбе маған. Көрер мысың? Берсең үстіндегідей бер, бермесең ақшасын бер. 15-сін бере ғой жақсы. Беріп тұр. Көңілін жақсылықпен көрмей екен, айтқан сөзге әрқашан сенбей екен. Мұрат ағам кішкене ойланып тұр ғой, 3 бутон болған еркек бірдеңе бермей екен. 3 бутон, come on baby. Мұрат не болдың? Әлі бер алмайды. Туалет қайда, туалет жаңшық. Мұраттар құрайды ғой. Ойнап айтамын. Мұрат ағама қол соқпақ, нағашыма. Асаба, мынау өзі ұқсаған әдемі шапан, бірақ үстіндегінде енді жеңшеңді сұрасаң сұра, шапанды сұрамайды дейді. Ағаш жақсылықпен сөйлесті ғой, талайларға пілін әзілмен тегізді ғой, үстіндегі шапан сұрамадым, соңында өлер уақыт шапан кигізді ғой. Ойнап айтамын. Жақсылыққа әрқашан сенемін ғой, мен талай тойда Алла нәсіп етсе, нағашыларым бата берсе жүзге келемін ғой. Балықшылардың алдына бас иемін, себебі менің де әкем де өмірге келген, балықшылар аман болса, олардың алдында басымды әрқашан иемін ғой деп. Балықшыларға! Желендер адал көрендер намысы қайнағандар ел үшін ар үшін қайрағандар сазатын